Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі дәріс тақырыбы ақпараттық қауіпсіздік. Соның ішінде білім беру процесіндегі ақпараттық қауіпсіздік, ақпараттық қауіпсіздікке төнетін қатерлер, зияткерлік меншік, электрондық цифрлық қолтаңба бойынша танысатын боламыз. Білім беру процесіндегі ақпараттық қауіпсіздік. Білім беру мекемесінің ақпараттық қауіпсіздік тұжырымдамасына кез келген деректерді ұрлау немесе жүйенің конфигурациясына өзгерістер енгізу мақсатында ақпараттық кеңістік пен дербес деректерді кездейсоқ немесе қасақана кіруден қорғауға бағытталған шаралар жүйесі жатады. Тұжырымдаманың екінші аспектісі білім беру процесін заңмен тыйым салынған насихат немесе жарнаманың кез келген түрінен қорғау болып табылады. Білім беру мекемесінің қарамағындағы заңмен қорғалатын ақпарат массивтерінің құрамында үш топты бөліп көрсетуге болады. Оларға оқушылар мен оқытушыларға қатысты дербес мәліметтер, цифрландырылған мұрағаттар, зияткерлік меншік сипатына ие және заңмен қорғалған білім беру процесінің инновациялары, білім беру процесін қамтамасыз ететін құрылымдық оқу ақпараты. Бұл ақпараттың барлығы ұрлық объектісіне айналып қана қоймайды, оларға әдейі ену, цифрланған кітаптардың сақталуын бұзуы, білім қоймаларын жоюы, оқыту үшін пайдаланылатын бағдарламалардың кодына өзгерістер енгізуі мүмкін. Ақпаратты қорғауға жауапты адамдардың міндеттері, деректердің тұтастығы мен қол сұғылмаушылығын сақтау және оларды қамтамасыз етуге болуы тиіс. Яғни кез келген рұқсат етілген пайдаланушы үшін кез келген уақытта қолжетімді болу керек, кез келген жоғалтудан немесе рұқсат етілмеген өзгерістер енгізуден қорғалуы қажет және құпиялылық үшінші тұлғалар үшін қолжетімсіздік болуы керек. Ақпараттық қауіпсіздікке төнетін қатерлер. Қауіптердің ерекшелігі ақпаратты ұрлау немесе кез келген саналы түрде әрекет ететін хакерлік топтардың массивтерді зақымдауы ғана емес, сонымен қатар жасөспірімдердің іс-әрекетінің өзі қасақана, зиянды ниетпен немесе компьютерлік жабдықты зақымдауы немесе вирусты енгізуі мүмкін. Әдейі немесе байқаусызда әсер етуі мүмкін объектілердің төрт тобы ерекшеленеді. Механикалық әсерлер, яғни вирустардың салдарынан зақымдалуы мүмкін компьютерлік техника және басқа да аппараттық құралдар. Вирустардан немесе хакерлік шабуылдардан зардап шегуі мүмкін жүйенің жұмысын қамтамасыз ету үшін немесе білім беру процесінде қолданылатын бағдарламалар. Қатты дискілерде немесе жеке медиадада сақталған деректер, IT жүйелерінің жұмысына жауапты қызметкерлердің өздері және сыртқы агрессивті ақпараттық әсерге ұшыраған және мектепте қылмыстық жағдай туғыза алатын балалар. Қорғау шаралары. Ақпараттық қауіпсіздікке шабуылдың әр түрлерімен күрес 5 деңгейде жүргізіліп жұмыс жан-жақты болуы керек. Білім беру мекемесін қажетті деңгейде қорғауға мүмкіндік беретін бірқатар әдістемелік әзірлемелер бар. Оларға ақпараттық қауіпсіздікті қорғаудың нормативтік құқықтық тәсілдері, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің моральдық этикалық құралдары, әкімшілік ұйымдастыру шаралары, физикалық және техникалық шаралар жатады екен. Ақпараттық қауіпсіздікті қорғаудың нормативтік құқықтық тәсілі ақпарат қорғау осы саладағы қолданыстағы заңдарға сүйенеді, оның жекелеген массивтерін қорғауға жатады, әртүрлі себептермен құпия ақпарат, дербес деректер, коммерциялық, қызметтік немесе кәсіби құпия үшінші тұлғаларға қолжетімді болмауы тиіс, мәліметтерді бөліп көрсетіп отыруы қажет, жеке деректерді қорғау тәртібі, соның ішінде ақпарат туралы заңмен, еңбек кодексімен анықталып отыру керек. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің моральдық этикалық құралдарына тоқталатын болсақ, моральдық этикалық құндылықтар жүйесі үлкен рөл атқарады екен. Оған жасөспірімді травматикалық, этикалық тұрғыдан дұрыс емес, заңсыз ақпараттан қорғайтын шаралар жүйесі негізделуі керек. Насихаттан қорғау мақсатында бала құқықтарын қорғау туралы заңның моральдық жарақат әкелуі мүмкін мәліметтерден қорғау құқығын айқындайтын нормаларды қолдану қажет. Әкімшілік ұйымдастыру шараларына тоқталатын болсақ, бұл шаралар кешені толығымен ақпаратпен және оның тасымалдаушыларымен жұмыс істеу тәртібін анықтайтын ішкі ережелер мен анықтамаларды құруға негізделген. Бұл ақпараттық қауіпсіздікке арналған ішкі әдістер, лауазымдық нұсқаулықтар, берілуге жатпайтын мәліметтер тізімі, қосымша құзыретті органдар мен оларға қандай да бір деректер мен құжаттарды ұсыну туралы сұрау салулар бойынша өзара іс-қимыл жасау тәртібін айқындайтын регламент әзірленген болуы тиіс.
Физикалық шараларға тоқталып өтетін болсақ, берілген шаралар жүйесіне және оны енгізуге білім беру мекемесінің басшылығы мен IT бөлімшелерінің қызметшілері жауап беруі тиіс. Компьютерлік желіні және тасымалдағыштарды физикалық қорғау шараларын ұйымдастыруды жалдамалы күзет бөлімшелерінің қызметкерлеріне ауыстыруға жол берілмейді. Физикалық шаралардың ішінде ақпарат тасығыштары бар үй-жайларға қорғау өткізу жүйесі, келушілердің кіруін бақылауды ұйымдастыру, әртүрлі рұқсат беру дәрежелерін белгілеу көзделуі тиіс. Сонымен қатар физикалық қорғау шараларына интернет желісіне қол жеткізе алмайтын компьютерлердің дискілеріне маңызды ақпаратты міндетті түрде көшіру кіруі мүмкін. Құпия сөздерді орнатып қана қоймай, оларды үнемі ауыстырып отыру қажет. Техникалық шаралар компьютерлік желінің бүкіл периметрін қорғаудың кешенді жүйесін мамандандырылған бағдарламалық өнімдер қамтамасыз етуі керек жүйелерді қамтиды және олармен күресу шараларын қолданып отырады. Бюджеті кәсіби жүйелерді енгізуге мүмкіндік бермейтін оқу орындары үшін ұсынылған бағдарламалық қорғау шаралары, соның ішінде вирусқа қарсы программаларды пайдалануы қажет. Зияткерлік меншік. Зияткерлік меншікке адамзат ой санасымен жасалған өнертабыстар, әдеби және драмалық туындылар, сондай-ақ коммерциялық мақсатта пайдаланылатын таңбалар, атаулар және үлгілер жатады. Оның өзі өнеркәсіптік меншік және авторлық құқық болып бөлінеді. Өнеркәсіптік меншікке патент берілетін өнертабыстар, селекциялық жетістіктер, өнеркәсіптік үлгілер, тауар таңбалары мен атаулар енеді. Ал авторлық құқық әдеби объектілеріне әдеби, ғылыми шығармалар, музыкалық бейнелеу, мүсіндеу, графика, сәулет, фотосурет туындылары жатады. Сабақтас құқық объектілеріне қойылымдар, орындаулар, фонограммалар, эфирлік және кабельдік хабар тарату ұйымдарының бағдарламалары кіреді. Автор дегеніміз шығармашылық еңбегімен туынды жасаған жеке тұлға болса, авторлық құқық автордың мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтары болып табылады. Қазақстан Республикасындағы зияткерлік меншік құқығын қорғау төмендегі заңнамалармен, яғни Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі, Қазақстан Республикасының авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы, Қазақстан Республикасының патент заңы мен Қазақстан Республикасының тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және тауар шығарылған жерлердің атаулары туралы заңдармен қорғалады. Ақпаратты және зияткерлік меншікті қорғау көптеген ұйымдар мен жеке тұлғалар үшін маңызды мәселе болып табылады. Бұл құпия деректер мен зияткерлік меншікке жоғалу, ұрлану немесе рұқсатсыз кіру қаупін қамтиды. Ақпараттық қауіпсіздік ақпараттың құпиялылығын, тұтастығын және қолжетімділігін қамтамасыз етуге бағытталған шаралар мен тәжірибелерді қамтиды. Бұл қауіпсіз желілер мен деректерді беру жүйелерін пайдалану, ақпаратты шифрлау және антивирустық бағдарламалар, құралды орнату және жаңарту сияқты физикалық қауіпсіздік шараларын қамтуы мүмкін. Ақпаратты және зияткерлік меншікті тиімді қорғауды қамтамасыз ету үшін бірнеше шаралар, әдістер енгізіліп дайындалуы қажет. Яғни ақпараттың және зияткерлік меншіктің құндылығы мен маңыздылығын анықтау керек, техникалық, физикалық және ұйымдастыру шараларын қамтитын қауіпсіздік стратегиясын әзірлеп енгізу керек. Қызметкерлерді ақпараттық қауіпсіздік шаралары мен зияткерлік меншікті пайдалану ережелеріне үйрету керек. Осалдықтар мен қауіпсіздік кемшіліктерін анықтау үшін жүйелер мен процестерді жүйелі түрде тексеріп отыру керек. Зияткерлік меншікті құқықтық қорғау стратегиясын әзірлеу және енгізу үшін заң мамандарымен бірлесіп жұмыс істеу керек. Зияткерлік меншікке қатысты заңнамадағы өзгерістерді бақылау және тиісті қорғау шараларын қолданып отыру қажет. Электрондық цифрлық қолтаңба. Ақпараттық технологиялардың арқасында біздің өмірімізге жаңа терминдер мен ұғымдар енді. Электрондық үкімет саласындағы негізгі терминдердің бірі бұл электрондық цифрлық қолтаңба термині. Оны құжаттардың құқықтық маңыздылығын анықтау және растау құралы ретінде қолдану біздің өмірімізде стандартқа айналуда. Электрондық цифрлық қолтаңба бұл электрондық құжатты қолдан жасаудан қорғауға арналған деректеме. Электрондық цифрлық қолтаңба иесін сәйкестендіруге, сондай-ақ электрондық құжатты ақпараттың бұрмалануының жоқтығын анықтауға мүмкіндік береді. Электрондық цифрлық қолтаңба бұл маңызды құжаттамамен алмасу үшін ең ыңғайлы заманауи құрал. Және электрондық қолтаңба тетігін енгізу арқасында Қазақстан өңірлерінің шекаралары енді экономикалық қызмет үшін шектеу болып табылмайды.
электрондық цифрлық қолтаңба телекатынас арналарымен тасымалданатын мәтіндерді аутентификациялау үшін пайдаланылады. Цифрлық қолтаңба қол қойылатын мәтінмен бірге жіберілетін қосымша көп емес цифрлық ақпарат. Электрондық цифрлық қолтаңба жүйесінің өз құрамында екі процедурасы бар. Яғни ол қолтаңба қою процедурасы және қолтаңбаны тексеру процедурасы. Қолтаңба қою процедурасында хабар жіберушінің құпия кілті пайдаланылады, ал қолтаңбаны тексеру процедурасында жіберушінің ашық кілті пайдаланылады. Электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану заңының 10 бабында электрондық цифрлық қолтаңба жеке тұлғаның өз қолымен қойған қолына тең деп жазылған. Ары қарай сәйкестілікке қажетті жағдайлар келтірілген. Сонымен электрондық цифрлық қолтаңба кеңейтілген мүмкіндіктері бар өз қолының қолтаңбасы. Басқаша айтқанда, бұл сіздің заңды күші бар жеке шифрланған символдар топтамасы. Электрондық цифрлық қолтаңба көмегімен қандай қызметтер атқаруға болады? Яғни түрлі анықтамаларды алуға болады, бала туу туралы куәлігін алуға болады, немесе кредиттік картаңыздың көмегімен жаңағы салық төлеу туралы ақпарат алуға болады, зейнетақы туралы, зейнетақыны тағайындау туралы ақпарат алуға болады, бала бақшаға тіркеу, баланы тіркеу туралы анықтама алуға болады. Осындай көптеген жаңағы қызметтерді атқарып отыруға болады екен. Пайдалану алгоритміне тоқталатын болсақ, бұл өте оңай. Бұл үшін арнайы білім тағы да қажет емес. Электрондық құжаттармен алмасуға қатысатын электрондық цифрлық қолтаңбаның әрбір пайдаланушысына бірегей ашық және жабық криптографиялық кілттер жасалады. Негізгі элемент құпия кілт болып табылады. Оның көмегімен электрондық құжаттарды шифрлау жүргізіліп, және электрондық цифрлық қолтаңба қалыптастырылады. Сондай-ақ құпия кілт пайдаланушыда қалады, оған бөлек орта беріледі екен. Бұл дискеті болуы мүмкін, смарт-карта немесе флеш-карталар болуы мүмкін, оны желінің басқа пайдаланушыларынан құпия сақтау қажет. Электрондық цифрлық қолтаңба түпнұсқалылығын тексеру үшін ашық кілт пайдаланылады. Қазақстан Республикасының куәландырушы орталығында ашық кілттің тілнұсқасы орналасқан, ашық кілттердің тіркеу куәліктердің кітапханасы құрылған. Куәландырушы орталық бұрмалануды немесе қолдан жасау әрекеттерін болдырмау үшін ашық кілттерді тіркеуді және сенімді сақтауды қамтамасыз етіп отырады. Ашық кілт тек жеке кілтпен жұптастырылған. Сонымен электрондық цифрлық қолтаңбаның артықшылығы неде? Біріншіден, облыстың ғана емес, республиканың да мемлекеттік органдардың виртуалды қабылдау бөлмелеріне өтініштерді жүзеге асыру мүмкіндігі бар. Мемлекеттік қызметтерді үйден шықпай-ақ аптасына 7 күн, тәулігіне 24 сағат алу реті бар. Электрондық сауда-саттықта, аукциондарда, тендерлерде тауарлар мен қызметтердің ең тиімді баға ұсынып таңдауға болады. Және интернет арқылы ұйымдарымен және билік құрылымдарымен қарым-қатынасты қазіргі заманғы негізде неғұрлым тиімді, ең аз шығындармен құру мүмкіндігі бар. Қашықтан режимде Қазақстанның кез келген қалаларынан, облыстарынан, кез келген серіктестерімен экономикалық операциялар жасай отырып, өз бизнесіңіздің географиясын кеңейту мүмкіндігі бар екен. Сонымен бүгінгі сабақта сіздерге ақпараттық қауіпсіздіктің қандай түрлері бар, қандай қатерлер бар, және электрондық цифрлық қолтаңба туралы көптеген ақпараттармен таныстық. Назарларыңызға рахмет.